боль дейміз ғой, боль бәрінде бірдей байқағаным. Біріншіден қатты қуанатыным, Тимур мырзадан бастап бәріңіз мамансыздар. Соған өз басым жаңағы ошаққа низкий поклон дейді ғой, мен ризамын. Керемет. Сізде, Тимур мырзада, Данияр мырзада, Айдана ханымда, жаңағы Асылжан дейсіңіз. Ақылжан мырзада шыққан Ардақ Арекені біз бұрыннан танимыз, доспыз, араласамыз. Арекенге барлығыңыз ең басты сіздердің фишкаларыңыз, артықшылықтарыңыз, сіздер мамансыздар. Сіздер өз кәсіптерін жақсы біліп тұрсыздар. Бұл керемет нәрсе. Жасадыңыздар, табыс таптыңыздар, белгілі бір кәсіп құрдыңыздар. Бірақ қазір байқауымша, міне Тимур мырза өзі айтып жатыр, 18 жыл жұмыс жасап жатырмын. Соңғы бір жылда 10 есе өстім деді. Бірақ ары қарай тағы да қаржы қажет дейсіз. Негізі ол өте кішкентай проблема. Ең басқа мәселені сіз шешіп тастадыңыз. Ол өте керемет. Айдана ханымнан да көріп жатырмын, Америкаға барып жатсыз, бүкіл әлемдік неде көрсетіп жатсыз продуктыңызды. Ең бастысы бірдемені жасай білу. Жасап, соңына жеткізіп, нәтиже шығару бұл өте маңызды. Кез келген бизнес, үлкен бизнес болсын, кіші бизнес болсын, ол сіздерде бар. Енді оны масштаб ету, ары қарай оны үлкейту, ол қиын емес, оның шешімдері бар. Бірақ бір нәрсені байқауымша, жаңағы бір-екі кісіден сұрадық, сіздерде команда жоқ. Осыны көп адам түсінбейді. Көбісі былай ойлайды, мен жасадым, мен маманмын, менен артық ешкім білмейді. Дұрыс, біз бұны мойындаймыз. Бірақ сіз команда емессіз. Бір кісі барлығын жасай алмайды. И оған дәлел ретінде менеджменттің, былай қазақша айтқанда менеджменттің атасы дейміз, ол нағыз мықты маман Ицхақ Адизес деген кісі бар. Білесіздер ғой да? Әдекең жақсы біледі. Соны оқысаңыздар, ол кісі не дейді? 4 түрлі кісі болу керек дейді. PEAI дейді. Производитель, предприниматель, интегратор, администратор болу керек компанияда. Вот демек, ешқашанда бір кісі 2-3 қабілетін бар деп айта алмайды. Сіз түсінуіңіз мүмкін, бірақ бәрібірде сізде біреу басым, қалғандары төмен болады. Сондықтан сізге керегіне біріншісі ол команда. Біріншісі сізде продукты да. Бұл сізде бар. Бірінші сізде продукты бар. Ең бастысы, не сату керек екенін біліп тұрсыздар. Соған мен өз басым ризамын. Тимур мырза біліп тұр өз жұмысын, ремонтты күшті жасайды, айтып жатсыз, мені керек болса бүкіл әлемге мен бұны любой кез келген неде бәсекелеске түсіп могу доказать деп жатсыз. Данияр мырза мысалға Қытайда жұмыс жасап келді, тұрып келді, кез келген уровеньде дайын. Айдана ханым өзін дәлелдеп шықты. Міне бауырымыз мысалы көрсетіп жатыр, мысалда Ареке итак мастер, оны бәріміз біледі, Қазақстан мойындайды, образование саласының жақсы экспертіміз. Продукты бар сіздерде. Бірақ менің жеке ойым, бұл сізге команда керек. Осы сізде жоқ команда да. Мен байқаған, мен қателесуім мүмкін, бірақ жаңағы сіздің түсіндіргеніңізге қарағанда, жаңағы сложность, потребность, запрос деген қарағанда команда жоқ. Команда не үшін қажет? Мысалға, бәріміз білеміз, әлемнің ең қымбат спортсмен кім? Ареке біледі. Рональдо. Ең қымбаттардың бірі деп айтсақ бола береді, $200 миллион ма да жылдық табысы сондай ол кісінің. Өте қымбат. Бірақ Рональдо неге өзі футбольный ойнайды? Жалғыз өзі барып команда құрмай ма? Команда Рональдо деп. Против Реал, против всем. Никак құра алмайды. Өйткені ол жалғыз адам. Оған кім керек? Пас беретін адам керек. Оған кім керек? Мықты вратар керек. Оған кім керек? Тренер керек. Оған кім керек? Нападающий керек, защитник керек. Один в один командада то жаңағы Ицхақ Адизестің айтқаны сияқты орны ауысу мүмкін, бірақ осындай 4 кісі қажет. Производитель, предприниматель, интегратор, администратор. Предприниматель не істейді? Мысалы, көбісіңіз қазір сіздер предпринимательсіздер, да, кәсіпкерсіздер. Сіздерде идея бар, сізде продукт бар. Сізде амбиция ұрып тұр, қорықпайсыздар, білесіздер. Кез келген уровеньде оны қорғап шығуға, алып шығуға дайынсыздар. Бірақ толыққанды оның басынан соңынан жүруге сізде уақыт жоқ. Немесе кейде сабыр жетпейді, немесе кейде эмоция жетпей қалады, кейде ресурс жетпей қалады. Ол үшін сізге производитель керек. Оны жаңағы іске асыратын. Сосын сізге жаңағы адамдармен, сіз кәсіп партнерім кетіп қалды дедім мысалда, сондай әртүрлі. Сізде интеграция төмен. Адамдармен адам тану, байланысу, онымен келісе білу. Ареке мысалы тоже мықты маман, хотя 4 кісі бар дедіңіз, Ареке, ұят нәрсе. Сізге қасында 400 кісі қажет.
Арекенің қабілетімен қасында 400 адам болса, Ареке оларға жұмыс көрсете алады, не істеу екенін бәрін біледі өзі. Просто оған команда қажет, интегратор қажет. Солардың бәрін ұйымдастыратын, басын біріктіретін адам қажет. Былай айтқанда, кімге не айту керек, кімнен не сұрау керек, кімді қалай қолдану керек, кімді қалай мотивация жасау керек, ол қажет. Және де осының барлығын жинап теріп, мұқият сағат-сағатымен, күн-күнмен қарап отыратын бізге администратор қажет. Есептеп, мұқият ақшаны алып, заказды қабылдап, клиентті тыңдап, ол кісіні шығарып салып, шайын беріп, келісім шартына отырып деген сияқты мұқият қарағада отыратын бір администратор қажет барлығын. Бұл мен өз басым осында 2014 жылы алғаш рет оқыдым. Сол кезден бастап іс жүзінде қолдандым, 100% нәтижесін көрдім. Команданың ішінде болу керек па? Среди топ-менеджмент, управляющий, да. Басшы ретінде шешім шығаратын. Но не обязательно партнер ретінде, может быть, что среди топ-менеджмента. Да. Ну, желательно, чтобы человек был вовлечен, чтобы заинтересован был. Иначе этого человека, возможно, есть такая способность, но он не будет использовать. Ну зачем оған париться, басын ауыртып, жұмыс жүріп жатыр, айлық жүріп жатыр деген сияқты. Чтобы человек был заинтересован, и чтобы у него был результат. Вот найти таких людей, и потом, чтобы они будут эффективно работать. Нет. Сосын келесі нәрсе бізде, былай айтсақ болады, анализ. Анализ рынка, нарықты зерттеуіміз қажет, сосын жоспар құруымыз қажет. Вот мысалға мен сізге айтайын, қазір барлығыңызда күшті, бірақ запростарыңыз кішкене такой андай интересный запростар, андай қарапайым запростарда мен ақша тапқым келеді деген сияқты, маған көмек керек, маған ақша керек деген. Ол кішкене өте оңай сұрақтар негізі. Ал енді қараңыз, сосын жаңа айтып отырмын, қазір бәріңізде мынандай сұрақ қойғым келеді. Неге сіздер 10 есе өспейсіздер? Соған неге 100% сенімді болып өспейсіздер? Өйткені айтасыздар, ой, ол үшін адам керек, ақша керек, уақыт керек, оның бәрі қалай болады? Вот біздің жалпы қазақтарда мен ағылшындармен жұмыс жасадым, қазір жасап жатырмыз, партнеріміз бар 4-5 жылы. Түріктермен жұмыс жасадым, орыстармен, қазақтармен да, қытайлармен партнер болып жатырмыз. Сонда иностранецтердің бір жақсы жері, олар анализ жасамай, яғни нарықты зерттемей кірмейді. Қандай профессионал болса да біліп тұр ол, одан артық ешкім жоқ, но оған қарамай нарықты зерттемей келмейді. Толыққан нарықты зерттейді, яғни бұл нарықтың қандай мүмкіндігі бар дейді. Бұлай айтқанда, сізге Қазақстан, сіз керемет, самый супер номер 1 компания болсаңыз, сізге Қазақстан қанша ақша төлей алады. В это важно. Возможно, рынка. Возможно, мысалға сіз айтасыз, я хочу производить там миллион штук какие-то продукты, допустим, да? А Казахстан потенциалы потребность всего 100 тысяч. Тогда зачем вам? Вам не нужно Казахстан. Ну, Қазақстанның потребность кішкентай ғана ғой деген сияқты, соны білу керек. Ол не үшін қажет? Соны білсеңіз потолоктан, куда можно, до какого можно расти, да? Потом, исходя из этого, будете планировать. Так, что производить 100 тысяч, если Казахстан требуется 100 тысяч, что мне надо? Надо миллиард тенге, скажем, да, допустим, 100 человек, сколько метр квадрат, склад, магазин, то-то, станки, там, деген сияқты, сондай қоясыз. Это потом уже, что получается? Пазл. Вот картина, вы скажете, мне столько, вот это нужно, тот нужно, этот, вот. Потом у вас что есть? Вот это у вас есть, да, скажем, это все у вас нет. Как пазл собираете? Ищите. У кого есть деньги? Заключите контракт на общий неге. Шығарасыз. Осынша нәрсе болса, вы можете зарабатывать 1 миллиард долларов, допустим. То есть, получается, сіз бірінші анализ рынка біліп аласыз, қанша мүмкіндік бар, соған қарай жоспар құрасыз. Жоспар құрғаннан кейін, уже сізде план пайда болады. Жоспар қай жаққа дейін өсуге болады. Болашақта сіз марафон сияқты ғой, да, мысалға сіз жүгіріп жатсыз, 40 километр жүгірсеңіз, сіз білесіз, бірінші 10 километр қандай темппен жүгіру керек. Екінші 10 километр қандай темппен жүгіру керек. Соңында қандай темппен жүгіру. Өткенше өзіңіздің организмға байланысты скорость набирать етесіз. То же самое бизнесте білу керек. Қай жаққа бара жатсыз? Конечный. Что хотите, куда хотите? Да, обязательно мынау керек сізге. Потом реально қарайсыз. Возможно, Қазақстан рынкі мынандай. Анализ рынка дегенде не только потребность, еще конкуренты. Қандай конкуренттер бар? Возможно, сізде
крупный без конкурентов. Вы честно бөлесіз. Так, значит, менің патологом 20% охват рынка Казахстана. Дальше, ну как, возможно, но это трудно деген сияқты. Они тоже не будут смотреть. Жай тұрмайды ғой, конкурент тоже өседі, жұмыс жасайды. Значит, на 20% будут рассчитывать. Все планы, инвестиции, өзіңіз өміріңізді, уақытыңызды. Исходя из этого будете, мен 3 жыл Қазақстанда істеймін, 4-ші жылы шетелге шығамын. Потому что мен 3 жылдан кейін өсем, мне будет тесно здесь. Ну как, мне никуда дальше. Значит, 4-ші жылы потихоньку надо выходить на международный рынок деген сияқты. Сол керек. Потом, осының бәрін білгеннен кейін сіз жаңағы құрасыз. Так, значит, Қазақстанда, чтобы 20% рынокта алу үшін, вам что надо? Сколько денег надо, сколько команд надо, кто нужно, что нужно. Все бәрін жоспарлайсыз, есептейсіз, и потом соған қарайсыз, айтасыз, так, менде міне, значит, это суммарно, скажем, если вы охват делаете 20%, вы зарабатываете $1 миллиард или там $1 миллиард. Значит, если, чтобы получить, зарабатывать $1 миллиард, вы же готовы с кем-то поделиться, 30 на 70, 50 на 50, 20 на 80, деген сияқты, да? Вот, теперь вам легче будет кого-то привлечь. Вот, вкладываю 100 миллионов, завтра ты стабильно со мной будешь прорабатывать там ежегодно по 200 миллионов. Вот твои результаты. Почему? Потому что я лидер, я знаю свой рынок, все меня знают, мне нужно просто инвестиции на 2 года. То есть, былайша айтқанда, любой партнерға, сіз как лидер, осы продуктың иесі ретінде, как автор этого продукта, как хозяин этого компании, как учредитель этой компании, если вы покажете результат, куда вы хотите, как вы это собираетесь достичь этой цели, допустим, да? У вас все просчитано, все есть, все инструменты, у вас понимание есть, это все возможно, тогда вопрос решается очень легко. Ақша да табылады, адам да табылады, клиент те табылады, ешқандай проблема жоқ. Даже можете сделать так, чтобы сначала скажем, допустим, там, вот вы можете сделать сначала там 50% скидку. Первые 100 клиентов или первые 1000 клиентов всем делают на 3 года 50% скидку. Следующий уже этого не будет. И если они понимают ваши продукты как нәтижесін білсе, как результат какого, что они получат, возможно, они подпишут. У нас были такие кейсы. Первым клиентам сказали, вам будет 50% скидка, они сразу алды да, бізге келді да, қол қойды сразу. Да, мы понимаем, первые 2 года мы ничего не зарабатываем, но на 3-й год им невыгодно будет уходить от нас. И выгодно остаться с нами. За счет них мы собираем других клиентов. То есть первый былайша айтқанда біз шамалы төмен түсеміз да, потом начнем зарабатывать 2-й, 3-й год. Потому, ну как, это зависит от бизнеса. Потому что кейде бизнестерде клиент тарту қиын. Потому что они привыкли где-то с кем-то работать. И они не могут сразу вас, они не будут признавать вас как специалист, как крупную компанию. Сначала сіз былай арзандатып, қызық несімен тартып аласыз, а потом олар өзі түсінгеннен кейін кетпейді сізден. Постоянно только сізбен жұмыс жасайды. Жоспар маңызды. Жоспар өте маңызды. Мысалға мен сізге айтайын, сондай бір кейс болды, возможно, сіздерде мысалға кімде 3 жылдық жоспар бар? Бар ма сіздерде? У вас есть, да? У кого еще есть? На 3 года. А в каком формате есть? На 3 года что прописано у вас? Можно один короткую информацию? Как? Не, какие показатели есть? План продажи есть, да? Возможно. План продажи, так. Открытие случаев по географии, ну, то есть в разных странах. А есть методы, как вы достигаете этой цели? Да. То есть конкретно все прописано. Чтобы достичь через 3 года, вы знаете, да, в этом году, в мае, что вы должны делать, в этом году, в ноябре, в этом году, в декабре, что вы должны сделать, и какой у вас должен показатель в этом году. Есть, да? Нет, все прописано. Потому что были моменты, вот, кейбір кісілер айтады, стратегия есть. Да, это мечта, цель есть. Да, они все хотят. Мен де отырып, қазір айта саламын, да, я хочу достичь такой цели. Хочу зарабатывать, что $1 миллиард. Но как, с чем, каким образом? Осы көп адамда жоқ. У них просто мечта. Да, хочу, я уже 3 года. А қазір не істеу керек, бүгін не істеу керек, ертең не істеу керек. Соның барлығы көп адамда жоқ. Да, более детально прописано. Есть, да? Отлично. Вот осы цель. Не, если просто почему я спрашиваю, если у кого эта цель, ну, практически 90% это орындалады, да? Орындалады.
нет такого, что вот если все прописали, все прочитали, все там больше разумно, все прописано, все финансы, команды, каждый действие, каждая задача, каждый результат, показатель, если есть, не может быть такого, что вот у нас не получается двигаться. Ну, значит, у вас план было, так скажем, неправильно составлен был. Скажем, мен жазсам, осы айда мен 20 квартира сатамын. Сосын 5 айдан кейін мен 50 квартира сатамын. Я должен на это пиар сделать. Маркетинг соған қарай ақша саламын, пиар жасаймын, клиент қайдан тартамын, қандай ценадан тартамын, қандай рентабельность болады менде. Оның бәрі прописан болу керек. Если это все прописано, ол жасау практически возможно. Почему? Потому что вы можете, если все прописано, ежегодно контрольды сіз көресіз, какие, вот что не получается. Мысалға. Возможно, бывает там кризис, үй сатылмай жатыр, или там оқушы келмей жатыр, или клиент келмей жатыр. Значит, сразу соны отырса изучить едесіз. Так, все у нас все нормально, только клиент келмей жатыр. Почему? Значит, бағаны түсіру керек шамалы. Стратегия меняется чуть-чуть по-другому. Так, давайте идем скидкамен жасайық, біраз клиент тартып алайық, одан кейін барып келесі жолға шығамыз деген сияқты. То есть ол уже, часто бывает, адамдар бір жыл жұмыс жасайды, потом айтады, начало года я поставил такой цель, но, к сожалению, я остался здесь, говорит. Потому что он в течение года не смог измерить. Нені өлшеген жоқ, білген жоқ. Ол білді только жылдың соңында, когда бухгалтер оған дивиденд берген кезде айтады, астық, басеке, вот у вас не 100 миллионов, вот 10 миллионов у нас, потому что у нас зарплат очень много. Вот такие кейсы очень много Казахстанда. Көп адамдар солай. Оның бәрін қалай қадағалайсың, оның бәрін ешкім айта алмайды. Ну, как бизнесмен я буду рисковать деп. И өмір бақи рискпен өмір сүреді. Біздің жаңағы партнер ағылшындарды, олар келгенде басында бір жоспар құрды, қазір 5 жылдан кейін қарай жоспары максимум 5% ауысқан. Отклонение от планового показателя всего лишь 5%. Как они прочитали? Вот вообще, ну, бірақ олар твердый, четко бір немен жүреді, стабильно. Стабильность, да, у него самый главный стабильность. Тағы бір не. Сол бизнес-план, фин-модель өте маңызды. Бизнес, ол ақшамен өлшенетін нәрсе болу керек. Бизнес должен измеряемый. Цифрмен. Көбісі айтады, бізде клиент көп, мынандай көп. Вот были моменты, мысалға, скажем, бір кісіде болды, бизнесі, мысалға, капитал у него 5 миллиард. 5 миллиард жағдайы бар, состояниесі бар. База, магазин, там, офис, там, спецтехника. Но он зарабатывает там ежегодно, скажем, 250 миллион тенге. Стабильно. И ол риза оқыс. Үлкен кісі, ағамыз, ну, так скажем, бывший чиновник, уақытысында каким-то образом мынаны бәрін жинаған, анда-мындан бүйтіп сөйтіп әйтеуір. Ну, факт то, что на сегодняшний стоимость его бизнес 10 миллиард. Мы оценили, прям көрдік, бәрін қарап шықтық, 5 миллиард. И ол риза айтады, ой, Аллаға шүкір, менде 250 миллион стабильді доходым бар, мен ризамын. Мен ол кісіге айтамын, аға, давайте мен сізге бір қызық айтайын көрдім. Сіз мына бизнесті жабыңыз. Сосын дейді, мен сізге жыл сайын 1 миллиард ақша әкеліп беремін сізге. Мен сізге просто депозитке ақшаңызға лақтырып отырмын карточкаңызға. Қалай дейді? Вот солай. Менің бизнесімнің рентабельности менде 50%. От вложенной суммы я зарабатываю 50%. Я говорю, сіздің ақшаңызды аламын да, оборотқа тастаймын, 20% сізге беремін, 30% өзім аламын. Все болды, простая математика. Анау кісі айтады, қалай сен сонда? Вот шақырдым, көрсеттім бәрін. Не, мынаны алдыңыз да, сатыңыз. Зачем біз? Қанша? 5% да, 5%. Ладно, маған сенбеңіз, говорю. Мына анаңызды депозитқа тастаңыз ана. Банкқа барыңыз, депозит кім біледі? Сколько? Сколько у нас? 14%. Вот, видите, даже он 750 миллион тенге может заработать. Просто ничего не делает. Абсолютно ничего не делает. 750 миллион тенге келет, потом дальше пусть он еще вложится там еще на квартиры, какие-то офис покупает, недвижимость. Ол соны ойлаған жоқ. Знаете почему? Потому что у него нету фин-модель, у него нету бизнес-план, у него нету такой. Просто ойланбайды. Человек просто не қазақта тоқ дейді ғой. Даже бизнесті қалай дамыту керек ойлап жатқан жоқ. Просто өмір сүріп жатыр. И осындай кісі Қазақстанда өте көп. Мен лично білем кісілерді, не знаю, я говорю, не знаю, қалай нетіп жатсыздар. И бірнеше өзімнің бір-екі туыстарыма, достарыма мен осыны көрсеттім, но у них не миллиард, у них где-то было 500 миллион, где-то было вложено было, да?
Они вытащили, оборот поставили, сейчас они с нами зарабатывают ежегодно 30%. Все, ежегодно, стабильно 30%. Өздері бір жерде жұмыс жасайды, жыл сайын оларға ақша түсіп тұрады. Просто они взяли вот этой квартиры, офисе, где-то накупили, там анаған деген. Алды да оборотқа тастады, болды. Сондықтан қазіргі заманда ондай былайша айтқанда ақшадан ақша табу керек қой. Самое главное, соны ұмытпау керек та. Көп адамдар бизнестің несіне кіріп кетеді. Бизнестің кайфына дейді ғой жаңағыдай. Сол процесс, эмоция. Классно, вот біз былай ашып жатырмыз, жасап жатырмыз, керемет. Мен айтамын, сізде құйған ақшаңыздан немесе капиталыңыздан қанша пайыз тауып жатсыз? Сол показатель бар ма деймін да? Көбісінде жоқ. Көп кісілер даже оны ойламаппын мен дейді. Мен айтамын, просто есептеңізші. Сіздің қазіргі, допустим, бір кісіде 10 ресторан бар. Айтамын, сіз 10 рестораныңызды давай сатайық. Сату деген бізде вообще жоқ қой, білесіз ғой, бизнес сату деген адамдар түсінбейді. Мен айтамын, ол менің хоббиім, мен бизнес сатқым келеді. Мен бірнеше бизнес саттым уже. Қазір тағы да сатқым келеді. Бизнесті жасау керек та, сатып жүре, ақша ғой бізге. Ол менің туысқаным емес, балам емес. Сатып жүре салу, ол бизнес деген солай. Ақша келеді, лишь бы ақша тапсақ болды біз. Потом оны басқа жаққа саламыз, конечно. То есть бизнесмен ретінде бізде осыны мышление отырғызу керек та. Біздің неміз, бизнесменнің уровені, оны ақшасымен есептейміз. Сіз қанша табасыз мысалға? Допустим, да? 500 миллион, сіз қанша табасыз? 600 миллион, сіз қанша табасыз? 100 миллион. Знаете, он первый, он второй, он третий. Вот того, бітті. Бизнесмен солай. Енді, конечно, менің бұл, қайталап айтамын, бұл менің ойым. Бірақ білмеймін, басқа жақта, может, Айдеке қарсы болуы мүмкін маған. Жоқ, олай емес дейді. Мен солай ойлаймын. Енді біз өткені естеріңізде болса, ТО-ны құрғанда, уставты қарасаңыздар, не деп тұр? Основная цель создания этого ТО иметь чистый прибыль, да? Таза табыс табу мақсат. Сол үшін мен ойлаймын, осы қаржыға көңіл бөлу керек. Қанша табыс алу. И одан кейін екінші мәселе бар. Вот мысалы сіздер барлығыңыз бір бизнестің авторысыздар да. Енді может вам выгодно будет ана әлемдік бизнесмендер сияқты бизнесіңіздің долясын сатқан. Возможно, вам выгодно будет. Об этом тоже надо думать. Доляны сатып жіберіңіз. Сосын ақшаңыз шығарып алыңыз. Бірақ оставьте себе контрольный пакет или 1%. Все. Қалғандар өздері үшін жұмыс жасасын. А сіз сол хоббиіңізбен, өзіңіз жақсы көретін бизнесіңізбен, творчествомен айналыса беріңіз. А это люди, которые сол 49% ақша салған или там сол вовлечен адамдар, олар ешқашан жатпайды. Олар өздерін ақша табу үшін жүгіреді. А вы просто их направляете куда надо. Вот былай жүрсіңдер ақша табамыз, былай жүрсіңдер ақша табамыз. Вот как сезон, вот вам продукты, вот едите. Вот бізде ассортимент 11 болды, теперь 15 болады, 25 болады, 45 ассортимент. Все. То есть айтайын дегенім, бізде как мынау американецтер сияқты біз өзіміздің жақсы көрген нәрсемізбен максимум жұмыс жасау керекпіз да. Басқа нәрсеге мүмкін болғанша лучше басқа бір жаңағы партнер, сотрудник адамдарды алу керек. Мына жердегі сияқты. Часто бывает, мысалы адамдардың қабілеті мықты, бүкіл мойындарына алып алады да, сосын артынан творческий адам тем более эмоционально келеді. Біреу лақтырып кетсе ренжиді, сосын көңілі қалады, сосын ақша жоғалғаннан кейін барып үйіне барып жылайды. Болмады менде, бәрін тастағысы келеді, ренжиді. Вот ол дұрыс емес. Сол үшін сіз өзіңізге былай защита қойып қою керек. Ешкім сізді ренжітпейтін формат, ешкім сізбен бір конфликтқа түспейсіз, ешкім переговор жасамайсыз, ешкімге бар ақша төлемейсіз. Оны басқа адамдар жасасын. А сіз өзіңіздің жұмысыңыздан айналысыңыз, дамыта беріңіз. Сол модельді қойып алсаңыз, мен ойлаймын, сіздерде ешқандай проблема жоқ. Потому что уникальный продукты кез келген адамға керек. Мен қазір қарап жатырмын, қайталап айтамын, сіздердегі маған ұнағаны у всех есть уникальность. Реально, который, мен қанша кәсіпте жүрсем де, бірақ ваш бизнес реально там есть такие аналоги, но бірақ сіздердің бір неңіз бар да, душа дейді ғой жаңағы бизнестеріңізге бәріңіз өзіңіз жан тәніңізбен даже ваше преимущество еще білесіз бизнесте қандай. Егер адам бизнесті жақсы көрсе, ол басқа бизнестен тез озып кетеді. Өйткені басқа сіздің конкурентіңіз, возможно, ол автор емес, возможно, ол бизнесті жақсы көрмейді, бірақ он за счет ақша табу үшін соған кірген. Бірақ ақша таппаған кезде ол рычаг тартады да тоқтатады. Оптимизацияға барады. А сіз жақсы көргеннен кейін сіз оптимизацияға бармайсыз. Сізге ұнайды ол. Сол үшін керек болса, қиналған кезде сіз 2 есе жұмысты арттырасыз. 2 есе вложение құясыз. Потому что ол сізге ұнайды.
Ал ұнамайтын адам оны жасамайды, потому что қорқады даже. Айтады, возможно, бұл бизнес құлап жатыр, надо сразу шығып кету керек, ақшамызды шығарып алу керек деп ойлайды. А сізге ол құлайтынына сенбейсіз, потому что сіз мамансыз. Сіз айтасыз, мен бұның мынау продукты ескірді ма, новыйын ойлап табамын қазір. Новый секторға шығамын қазір. Мынаны басқаша типтерін шығарамын дейсіз, сіз де қорықпайсыз. Өйткені ол сіздің бизнесіңіз, өйткені вы это создали, вы это автор этого бизнеса. Вот ваша уникальность. Сондықтан бұл этот не да? Келесіне жаңағы айтқандай, жалпы айтқанда осылай, бізде продукты қажет, команда қажет, анализ жасау арқылы нақты жоспар қажет, нақты жоспардан кейін ары қарай уже не керек бізге? Исполнение. Исполнение қажет и потом контроль. Бұлай айтқанда, бизнесте мен көргенім бұлай, если честно говоря, бизнес деген қиын нәрсе емес. Ең қиыны сол бизнестің көзін табу. Найти вот это свой преимущество найти. А это білесіз ғой, ресторан көп, гостиница көп, магазин көп, продукты көп, киім де көп, тамақ та көп. Бірақ сіздер видите, өзіңіздің бір нишаңызды таптыңыз. Это уже есть, так скажем, гарантия того, что вы достигнете свою цель. Мақсатыңыз жетесіз құдай қаласа. А бірақ жай жүре берсеңіз, бір күні шаршап қаласыз. Сол үшін шаршамау үшін қасыңызға команда қарап, мынаның бәрін жасайсыз, сосын орындайтын исполнениені беріп қоясыз мына кісілерге. Қадағалаңыз, сен орындайсың, сен қадағалап отырасың деп. А команданы беріп қоясыз мына кісіге. Бізге найди мықты бухгалтер, мықты пиарщиктер, мықты мынандай тап деп. И және екінші мәселе, бұны ақшам болған кезде деп ойламаңыздар. Вот келесі бір қателік. Мысалға жаңағы біз иностранный партнерлар кіретін кезде олар 100% дайындықпен келеді. Ешқайсысы былай айтпайды, кеттік бірнеше ашайық қазір, кішкентай бір 100 балалық мектеп ашайық, сосын қараймыз, қазақтар келсе, сосын 200 балалық, 300 балыққа көтереміз деп айтпайды. Сразу айтады, қанша ақша табуға мүмкіндік бар, 1000 бала ма? Все, 1000 балалық мектеп ашамыз. 1000 балалық мектеп ашу қанша ақша салу керек, сонша ақша саламыз. И күтеміз, 5 жыл табыс алмаймыз, күтеміз. То есть толық командамен келген кезде бүкіл маркетингі бар, пиары бар, юридический консультациясы бар, мамандары бар, академический состав готов, там ресурсы есть, маркетинг, дизайн, все. Комплексно келген кезде ол бизнес жүрмеуі, это риск на минимум. Просто надо, возможно, для начала, так как что нарық оны танымаған екен, надо чуть-чуть подождать, чтобы люди знали, там жаңағыдай маркетинг жүру керек, таныту керек, таныстыру керек деген сияқты. Только уақыт қана қажет болады. А так ол бизнес. Сол сияқты сіздерге де ұсынатыным, келген бизнесте егер өзіңіздің продуктыңызға сенсеңіз, я предлагаю максимум күшті салу керек. Максимум күш деген сөз не? Бірінші пландан бастайсыз, мынаны жасайсыз. И теперь еще интересный момент, бұның барлығын можно нанимать на аутсорс. Бізде сонда бір бизнес болды, бізде ештеңе болған жоқ. Мы все прям от А до Я мы наняли. Наняли команду, которая нам предлагает концепцию. Мы им сказали, что можем строить. Они нам сказали, можно строить такое жилое комнату, такое, там, все. Мы им оплатили N сумму. Все, мы знаем, значит, Алматыда мындай жилой комнату салуға болады екен. Потом сказали екінші командаға, так, мы хотим такое строить, предлагайте проект, пожалуйста. Все, у нас никого нету, они все разработали, принесли, нам показали, вот мы выбрали вот такой тип. Третью команду мы выбрали, вот вы строитель, стройте, пожалуйста, такое ЖК. Вам оплатим столько-то N сумму. А перед тем, что заказать строительство, мы нашли маркетинга. Кто готов вот этот продукт продать за N сумму. Он нам обещал, мы готовы продать ваши продукты, скажем, за 10 миллионов долларов. Все хорошо. Потом я им сказал, а вот это строй сколько стоит? А он сказал, стоит 6 миллионов долларов. Хорошо, мы тебе сейчас отдам, ты за 10 продашь. Хорошо. Вам сколько должен? Миллион. Все хорошо. Среди них мы зарабатываем 4, оплатим налог, остается 3. Все. Вы начнете, потом вы, потом все. Вот цепочка. И вот они работают. То есть не обязательно иметь в команде, в составе. Потому что нарықта сіздер сияқты командалар бар. Сильный команда, маркетологтар. Тура сіздер сияқты маркетингтен өскен кісілер. Олар айтып, осы часто мен істеп беремін дейді. Любой вопрос сұрақ қойыңыз, мен оған дайынмын. Екінші команда продажниктер жаңағы hareket қылсақ айтады, әкел, любой продуктты сатып беремін. Я готов на это, я клянусь, вот тебе гарантия, мы готовы
она бесплатно работает, докажу. Все, готово. Следующий строитель есть, пожалуйста. Они готовы. Біз қаншама 100 үй салғанбыз дейді. Мына ерунда кәлесі келіп, салып тастаймын мен дейді. Осынша ақша төлейсің, болды маған. Тоже сонда образование саласында бар, сондай академиктер келеді, мектепті басқарады, маркетологтар бар. Біз привыкли бәрін штатқа отырғыза беруге. Это нагрузка. Это постоянная нагрузка. Сізді егер морально жеп тастайды. Олардың отпускысы бар, там андай бар, ауырып қалады, келмей қалады, там білмеймін бір нәрсе болады, тойы болады, там бір нәрсесі болады. Сосын жүресіз, ол біреумен келіспей қалады, конфликті жұмыстан шығып кетеді. Сосын оны кім жасайды деген тағы да уайым бар. А тут делегирован. Поделились обязательствами, бәрін бөліп тастайсыз. Ол бір вариант. А в будущем, конечно, өзінің командаңыз болады. То есть былайша айтқанда сіз бәрін біліп алдыңыз, планыңызды қойдыңыз, иә? Сосын сізде уже мынандай пайда болады. Мысалға там білмеймін, әрқайсыңыз бір 10 миллион теңге салыңызшы өзіңіздің продуктыңызға. Сосын мынаның бәрін көресіз. Қазақстанда қай жерге дейін дамуға болады. Сосын сізде четко, ясно, детальный план болады. Сол планнан кейін сіз любой инвесторға айта аласыз. Міне ақша құй. И ақшасы бар адамға сіз жаңағыдай, сіз 10 есе X өстім дейсіз. 100 миллион теңгені түк емес ол. Көрсетесіз, қалай өсуге мүмкіндік бар екен деген. Все бітті. Адамдар ақша салады, рисковать етеді, түсінетін адам болса тем более. Сондықтан жоспарласаңыз шешім табылады дегенім ғой, мен соны айтқым келеді. Кез келген нәрсені просто жоспарлау керек. Мысалға, біз енді құрылыс саласында болған екен, девелопер саласында, мысалы біздің конкуренттің ең үлкені ол BI да. Мысалы BI барады, Америкаға қазір үй салып жатыр, Дубайда үй салып жатыр. Қалай ойлайсыз, ол не істеп жатыр? 3 кісіні жіберді. 3 кісі барады, и сол жақта 30 миллион доллардың проектін жасайды. Бір кісі бар, оның бәрі процесс түсінеді, екінші кісі есебін жасайды, үшіншісі юридический документация қарайды. Бұл. Өйткені оларда бәрі бар, как понимание есть, план есть, просто нанимает каждый отдельно. Все, и они зарабатывают деньги. Сол сияқты сіздерде де болады, сіздер шетелдің бүкіл бизнес-планды, бизнес-процессті қойыңызда, айтыңыз, кім менде Беларусияда, Украинада мен өкілім болғым келеді, мен мынанша ақша аламын, $20, $10 саған төлеймін, $10 маған қалады. Сен мына жұмыс істейсің, мен саған стабильный заказ беріп отырмын. Бірақ сен мынандай сапада жасайсың, и оны былай өткізесің. Мен оны былай қабылдап аламын. Бір команда қоясыз, сенде үйретемін, менің бүкіл жұмысымды сен қабылдайсың, саған $2 төлеймін. Бірақ қабылдауға сен жауап бересің. Үшінші айтасың, маған клиент әкелесің, саған $1,5 төлеймін. Просто клиент әкелесің, болды. Сен клиент әкелесің, сен орындайсың, сен қадағалайсың. Сосын мен жартысын мен аламын, жартысын сендерге таратамын. Все. А олар оның барлығын жасай алмайды. Сондықтан былай айтқанда, просто бизнес жасау үшін полный циклды көре білу керек. Басын и соңын. Полный циклды көрген кезде ешқандай не болмайды.